Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым, қалайсыздар? Мен сіздерге көптен бетке арналған маскалар салған жоқпын, менің дайректке жазып жатқан қыздар, келіншектер бар. Маска салмай кеттіңіз ғой деп мені іздеп жатқандар бар екен. Сол үшін бүгін қыс бойы жиналған бетіңіздегі бір слой дейді ғой. Бүгін сол бір слойды алып тастайтын боламыз. Күшті көмектесіп, мен өзім осыны қолданамын. Тез-тезім қолданып тұрамын. Қараңыз, біз енді қазір алтайские травы деген мына жерде сізге көрсеткенім бар ғой. Мочегонный чайный напиток дейді. Несеп айдайтын шай сусыны. Міне 400 бірдеме тұратын, мен көп болды алғаныма, 2-3 пачка алып қойғам. Несеп айдайтын шай сусыны, чайный напиток дейді ғой. Міне бірімдеп стаканға салып, қою қылып демдейміз осыны. Пакетированный алған, жақсы себімді. Міне ситамен өткізіп отырмаймыз да, осылай пакетированный удобный. Ромашканы да барлығын пакетированный алған мен. Біртіндеп салып, қою қылып, міне осылай шай қылып демдейміз. Көріп отырсыздар ғой, бетін жауып қоямыз міндетті түрде. Қызарады ғой, қызарған кезде ватный тампондарды алып, осымен бетімізді жайлап, жібітіп, сүртіп бастаймыз. Міне оп-оңай, өзі тиін тұрады, қатты қымбат та емес. Қымбат ондай маскаларды мен алмаймын, осылай қолданды сапалы. Көрдіңіз ғой, осылай қойып демдеп аламыз да. Отдельно өзімнің маска жасайтын тарелкам бар, соған құйып дайындаймын. Соңынан бетімізді жуып тазалап аламыз. Өзімнің бет жуатын бет жуғышым бар. Өткенде көрсеттім ғой сіздерге алдында. Сонымен жуып аламын дұрыстап. И одан кейін осылай міне демдеген шайды осылай бетімізге жағып шығамыз, осылай сүртіп. Көрдіңіз ғой? Қаншама бетті дұрыстап жуғанның өзінде де беттен бәрібір беттің кірі шығады. Күшті шығарады бетті, тап-таза жып-жылтыр болып шығады одан кейін беттеріңіз. Осылай барлығын сүртіп болғаннан кейін осы ватный тампонды новыйын алып, жаңасын алып, осылай батырып, осылай бетімізге қойып, жарты сағат жатамыз. Күндіз болсын, түнде болсын жасай бересіз. Ешқандай несі жоқ оның. Бет жуғыш сияқты, бірақ жақсы тазалайды. Күшті, барлығын пораларын ашып тазалайды ғой. Мына шөп. Көрдіңіз ғой? Осылай міне қойып жатасыздар жарты сағат. Жарты сағаттан кейін кішкене жеңілдетіп, осылай сүртіп шығамыз. Міне. Әдемі болып уже жылтырап бастайды бетіңіз, тазаланды ғой көбі. Енді өзімнің кәдімгі жағып жүрген миндаль майын ватный дискқа салып, тағы сүртіп шығамыз. Әне сол кезде шығады беттің барлығы. Кірлері, бүкіл қара точкалары болады ғой. Соның бәрі дискқа шығады осыдан кейін. Не осылай сүртіп шығасыздар.
бетімізді сүртіп шықтық. Одан кейін миндаль майын тағы бетімізге қолыммен жағып, кішкене массаж жасап жағып қоямын. Осылай. Бұл қазір тазаланып жатыр. Қазір тазалап болғасын тағы майды жағып, массаж қылып бетіңізге жағып шығасыз. Бетіңіз жұмсақ болып, таңертең тұрғанда да әдемі болып жылтырап, тап-таза болып шығады бетіңіз. Осы диск тап-таза болғанша сүртесіздер. Осылай майды жағып, кішкене массаж қылып жасап, сүртіп жағып жатасыздар. Одан кейін салфеткамен сүртіп тастасаңыз болады. Видео ұнаса, менің бет жуғыш, бет тазартқыш, глубокое очищение дейді ғой. Сізге видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, мен сендерге жауап беруге тырысамын. Қайырлы күн басқалар. Рахмет, сау болыңыздар.